Жұлдыздар ғарыштағы алып жарық шығаратын денелер. Олар бізден әр түрлі қашықтықта орналасқан. Олдыздың бізге қаншалықты жарық көрінуі оның қашықтығына байланысты. Жақын жұлдыздар жарығырақ көрінеді. Жұлдыздық шама екі түрге бөлінеді: көрінерлік және абсолют шама. Көрінерлік шама жерден қалай көрінетін, ал абсолют шама оның нақты жарықтығын көрсетеді. Жұлдыздың көрінерлік жұлдыздық шамасы оның жерден қалай көрінетінін сипаттады. Ол жұлдыздың бақылаушыға қатысты жарықтығын көрсетеді. Абсолют жұлдыздық шама жұлдыздың нақты жарықтығын көрсетеді. Ол барлық жұлдызды бірдей қашықтықта салыстыруға мүмкіндік береді. Кейде алыстағы жұлдыз өте жарық болуы мүмкін, ал жақын жұлдыз әлсіз көрінуі мүмкін. Жұлдыздың қашықтығын арнайы формула арқылы есептеуге болады. Бұл формула көрінерлік және абсолют шамаларды байланыстырады. Бұл әдістер арқылы астрономдар жұлдыздарға дейінгі қашықтықты анықтайды. Осылайша ғарыштың құрылымын зерттейді. Жұлдыздық шамалар жұлдыздардың қасиеттерін түсінуге көмектеседі. Бұл білім ғарышты тереңірек зерттеуге жол ашады.